Сәлеметсіз бе білім алушы? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сөздер. Сөздер құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Соның ішінде дара сөз негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі бұл әрі қарай бөлшектеуге келмейтін түбір сөз. Мысалы, ой, бас, сан. Ал туынды дегеніміз дәл осы түбір сөздерге сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ойла. Түбірі ой, не ой зат есім болса, оған ла деген сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы ойла бұл етістік туып тұр. Ал келесі, баста. Түбірі не бас зат есім, оған та деген сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы баста бұл да етістікке өзгеріп отыр. Дәл сол сияқты сана, түбірі сан, ол зат есім болса, оған сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы бұл да етістікке өзгеріп отыр. Міне, дара сөз дәл осылай жасалынады екен. Келесі бізде күрделі сөз. Күрделі сөздің 4 жасалу жолы бар. Бұл біріншісі бірігу арқылы. Мысалы, тасбақа. Екіншісі қосарлану арқылы. Мысалы, у-шу, ата-ана. Үшіншісі тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, 11, қара торғай. Ал төртіншісі қысқарған сөздер арқылы жасалады. Мысалы, біріккен ұлттар ұйымы немесе ұлттық бірыңғай тестілеу. Сонымен қатар өлшем бірліктер де жатады. Мәселен, сантиметр, килограмм. Міне, дара сөз бен күрделі сөздердің айырмашылығы дәл осындай. Назарларыңызға рахмет.